Так, ассалаумағалейкум, камера сүйер қауым. Сіздерге менің артқы есігім, короче. Центр замокпен жабам қазір барлығын. Жабылған кезде жабылмайды дұрыс. Аштым, солай тұр. Бірақ кішкене қозғалады. Жартылай, короче. Кішкене. Енді осыны устранить ететін болам. Ол үшін мен жаңадан новый привозной не сатып алып келдім. Ол үшін біз новыйдан алып келдім. Новый оны бушный бар. Привозной алдым. Жағдайы вроде жақсы. Так, ол үшін біз бірінші обшивканы шешетін боламыз. Обшивканы шешу үшін бірінші мынаны аламыз. Мына жерден отвертка тығып тырс еткізсек, қазір көрсетем. Ол үшін бізге мына фигурный, плоский и мына не керек. Не дейді? Не деп айтады мынаны? Звездочка деген. Осындай керек болады. Ол мына бірінші. Мынаны аламыз не дейді? Өйтсең, шығып кетті уже. Енді бұны болды. Алында. Так. Одан кейін осы жерде бір шуруп бар. Мына шуруп бар. Осыны шығарамыз. И мынаны шығарамыз. Бұны, короче, мына немен ішіне итеріп жібереміз. Болды. Сырты шығады бұның енді. Бұның сырты шығады. Бітен сұрып аламыз. Бітті шаруасы. Все, дальше көрсететін болам қазір. Мына шуруп и мына шуруп. Астында екі шуруп бар сосын. Осыларды шешеміз қазір. Так, бұларды алып тастадық мына стикерден. Енді мына жерде бір шуруп бар. Үлкен шуруп. Осыны аламыз. Все, бәрін жинадым. Все, енді снимать етіп аламыз. Адан тартып жібереміз. Так. Опа, болды. Енді мыналарды ақтамыз. Все шешілді. Енді мынау центр замокке барып тұрған фишка. Осыны ақтамыз. Мұнан кейін мына аламыз. Осы түрген бәрі. Екі тұрыс. Енді мынаны 3 звездочкамен шешеміз. Все, мынаны босатып алдым. Шешіп тастаймыз қазір. Так, шешіп тастадым. Енді снимать етіп алатын боламыз. Көрдіңіздер? Әбден нашар болып кеткен екен. Көгеріп кеткен ба? Страшно кетті. Енді осының орнына қазір салатын боламыз қайттан. Привозной әкелгенде. Так, әкелген привозной мынау. Өте жақсы. Правый деп тұр. Так, бұны былай саламыз, короче. Арадан тығамыз. Арадан тығамыз да. Оны бір қолмен ақ сала беруге болады негізі. Мынаның ар жағында штикер бар, соған кіру керек етпақшы. Көрсетіп жіберейін бір. Мына жерде ручканың несі бар. Мынаның ішіне кіру керек қой. Мынау тұр ғой. Осының ішіне кіру керек защелкаға. Мынау кіру керек. Мынау кіру керек. Бұйырса. Так, мынаны орнаттым. Бос тұр. Қазір енді осыны қатырып тастаймыз. Өзінің 3 болды. Ішін бәрін қолмен салған кезде
қолыңмен келтіріп жібересің. Бір қолмен ыңғайсыз. Все, болды. Қайтадан обратно жинаймыз. Салып қойайын. Анысын өзін шоқ жасаймыз. Кіреді. Все, болды. Жаңағыдай қайтадан жинап тастаймыз. Қазір құлыптанғанын көрсететін болам. Сіздер оған енді тіркеліп, лайк баса беріңіздер. Қайтадан салып жатыр. Мынаны, короче, ішіне кіргізіп жібергенде кішкене сыртқа шығарамыз былай. Ровно осылай қоямыз да, міне. Осылай қайтадан орнына саламыз. Саласымыз да салдық. И мынаны итереміз. Болды. Защелка. Қазір мынаны несі қалды. Осыны салып жіберейін. Саламыз. Болды. Басып жіберген. Все, қазір. Так, жігіттер. Қазір қайттан құлыптап көрейін мынаны. Қараңыздар. Жаңа келіп ауыстырдым оны. Жартылай істеп тұрды ғой, кетті ғана. Қозғалмай. Все, істеп тұр жігіттер. Все, рахмет жігіттер, лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Өйстіп жасап алсаңыздар болады. В общем, материалымен жаңағы замок, в общем, жібек жолдан 5000 теңгеге алдым ғой, привозной. Все, рахмет. Қолдап қойыңыздар.